Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бризоль жасайтын боламыз. Бұл мен көрсеткен тәсіл өте оңай тәсіл. Оқтаумен жайып отырмайсыз. Өте дәмді тамақ. Және фаршқа экономный. Менің осы көрсеткен тәсілім. Фарш азырақ кетеді. Барлық керек заттарды осы видеоның описанияның астына жазып қоятын боламын. Ең бірінші фаршқа пиязды саламыз. Одан кейін чеснокты саламыз. Одан кейін қара бұрыш саламыз. Тұз саламыз татымына қарай. Қызыл бұрыш қосамыз. Азырақ. Жақсылап араластырамыз барлығын. Осындай үлкенірек ыдыс аламыз. Бір жұмыртқаны саламыз. Бір қасық фарш саламыз. Бір қасық сүт құямыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған сковородкаға азырақ май жағамыз. Дәл осылай видеода көрсеткендей жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласпаса болмайды. Фарш түйір-түйір болып қалады. Дәл осылай видеода көрсеткендей етіп блини сияқты алып құйып аламыз сковородкаға. Бір бетін 4 минуттай пісіріп аламыз да екінші жағына аударамыз. Астындағы оты қатты да болмау керек, жай да болмау керек. Орташа болу керек. Егер дұрыстап піспесе, бұл жыртылып кететін болады, аударылмай қалады. Сол үшін дұрыстап пісіру керек бірінші бетін. Міне достар, осылай екі жағы да осындай болып қып-қызыл болып, әдемі болып пісу керек. Міне достар, 15 штук жұмыртқаға 150 грамм ғана фарш кетті. Негізі 300 грамм фарш дайындаған болатынмын. Фаршын көп қосам десеңіздер де, бірақ өз еріктеріңізде. Маған солай 150 грамм фарш ғана кетті. 15 штук жұмыртқаға. Мына жерде майонез 3-4 зубчик чеснокты жақсылап араластырып аламыз. Бризольді толық қамтитындай етіп майонез жағып шығамыз. Егер кетчупты ұнатсаңыздар, арасына кетчуп жақсаңыздар да болады осылай. Ары қарай өз қалауларыңыз бойынша қалаған гарнирлеріңізбен жасап сәнди берулеріңізге болады. Егер осы видеодағы күріш гарнир ұнаса, осы видеоның астына сілтемесін қалдыратын боламын. Ас болсын. Лайк басып, подписка жасауды ұмытпайық достар.